Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз күріш подливпен жасайтын боламыз. Қазанымызға су майды құйып, артынан етімізді салып, соевый соусты құйып, жақсылап қуырамыз. Кейіннен чеснок, басқа да көкшөптерді тазалап, жуып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Көкшөптерді жуып тазалап болғаннан кейін өз қалауыңызша турап аласыз. Қазанға салып қуырамыз. Маған өзіме пекинский капуста өте қатты ұнайды, сол себептен мен үнемі подливке осы капустаны қолданамын. Жұмсақ жерін алып тастап, қатты жерін жуып тазалап аламыз. Жақсылап турап, қазанға салып қуырамыз. Жарты қасық томат қосамыз. Кейіннен пияз саламыз. Бұрыш пен сельдерейді жақсылап турап, оны да бірге салып қуырамыз. 4 кесе суға 2 кесе күрішті салып пісіріп аламыз. Күрішіміз сонда езілмей, қатты болмай, жақсы пісады. Міне күріш пен подливім дайын. Енді күйеуім жұмыстан келгеннен кейін ұсынамын. Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Ер адам дәм тағам каналына қош келдіңіздер. Алдыңғы видеомызға комментарий жазып кетіңіздер, рас болсын деп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Бүгін бізде асым әзірде күріш пен көкөністер араласқан ет, және де пирог, блини, және мен жақсы көретін нори. Ас ішіп отқандарыңыз болса, ас болсын. Маған өзіме де ас болсын. Дәмін айта алмаймын сор енді.
Маған негізі достар өзіме күріш пен нори жеген ұнайды. Сіздерге де кеңес беремін. Күріш жеген кезде нори қосып жесеңіздер, дәмі ерекше болады. Достар, бүгінгі ас мәсіріміз өте дәмді болды. Келіншегіме рахмет, көптен көп. Жоғарыда айтқандай, каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Ильядан дәмді тағам каналы. Рахмет.